Assalomu alaykum, kalaysınlar dostlar, ağalar, babalar, karındaşlar. Men sizlarga o'ta yaxshi жаңалыкпен video түсіріп келіп отырмын. Ертең бұйырса ойлап 424 FK24 шығайын деп жатыр. Яғни жылдың үздік құрамы деген атау қазақша аударғанда сол атауға лайықты қылып жасалған осы событияны, яғни оқиғаны мен сіздерге бүгін толық түсіндіріп беремін. Не болады ішінде жалпы. Тотты событияның негізі ең бастап алғашқы карточкалары өзің білетіндей басында мынандай әлі осы видеода көрсетіліп тұрғандай осындай басында көрсетіп бастады, осындай шығады деген сияқты, ертең жақындап қалды деп осындай карточкаларды шығарды. Сосын нақты ештеңе болған жоқ. Сосын міне өстіп енді көрсетіп бастады. Ешкімді көрсеткен жоқ. Одан кейін міне 3 легенданы көрсетті. Джорджино, Лэмпард, Канабар осындай карточка шығады деп. Енді мен нақтыланған карточкалар осындай болды. Зидан, Роналду, Беллингем, Вальверде. Және айта кететім, абменде 88-ден 97 және 85-ден 97-ге дейін болады. Бұл да жақсы. Сосын абонементтік Кевин Де Брюйне 94 өте жақсы. Тағы да айта кететім, осындай тегін подарка алып, ойнап алуға болады. Және де міне осындай үшеуінің біреуін таңдап, Модрич болмаса Бензема алуға да болады. Және мынандай ойнап, тапсырма орындап жетон жинаймыз. Келесі осы міне гол салып, задание орындап, тағы да осындай жетон болмаса ойыншылар ашып көреміз. Сосын келесінде Алисон мен Фримпонг кім аламыз, 92-ден 97-ге дейін. Сосын галерея, бұл жерде кім шығады деген сияқты, кім шықты деген сияқты. Мына келесінде видео қарап, осыларды айналдырып ойнап, кім түседі, соны аласыздар. Сосын мына жерде абмен тоже кристалға. Мына жерде айта кететін 2013-тен 2020. Мына жерде суббота воскресенье болатын, яғни FIFA баяғы болды ғой, қазір тапсырма 24 соған байланысты қалай шығатыны толық карточка шығады. Осындай комментарийге жазып кетеміз. Қолда білдіріп өте жақсы қазақша контент көріп рахмет. Дәл осындай болса